Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Көпшіліктің сұранысы бойынша пенсионное отчисление, социальное отчисление, медицинский взнос, индивидуальный подоходный налог, социальный налог төлеу жолдарын көрсететін боламын. Ең алдымен телефондағы kaspeek.kz приложениесіне кіреміз. kaspeek.kz приложениесіне кірген кезде сол IP-ның өзінің приложениесімен кіру керек. Егер басқа адамның приложениесімен кірсе, ол басқа адамның атынан кетіп қалуы мүмкін. Кіргеннен кейін платежиді басамыз. Платежиді ашқан кезде сізде соңғы төлеген мои платежи немесе история ашылуы мүмкін. Біз жоғарыдан все дегенді таңдаймыз. Все деген кезде сізде астыға қарай неше түрлі вкладкалар ашылады. Новые услуги, налоги, штрафы, налоги деп тұрады. Төмен қарай түскен болсаңыздар, платежи для ИП деп көрсетіліп тұр. ИП-ға қатысты төленетін пенсионный, социальный, медицинский взнос осы жерден кіріп төлейміз. Оңға қарай стрелка тұр, соны басып кіреміз. Обязательно пенсионный взнос, яғни сіздер минималкімен зарплата 70 000 деп көрсетсеңіздер, 70 000 теңге пенсионный осында төлейсіздер. Минималки зарплата 70 000 деп көрсетсеңіздер, 2450 социальный отчисление, осы социальный отчисление вкладка көрсетесіздер. Медицинский взнос 4900 теңгеден 4-ші тұр, соған кіретін боласыздар. Обязательно пенсионный взнос кірген кезде КНП 0 болады. Бұл яғни қарапайым ай сайын төленетін пенсионный. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, яғни каждый ай сайын периодын көрсетіп, әр периодқа бір төлеп көрсетесіздер. Зарплата 70 000 теңге болса, соның 10% 7 000 теңгені төлейсіздер. Ал кейбір айларда уақытында төлемей пеня шығып кетеді. Пеня шығып кеткен жағдайда оңға қарай стрелканы басып, астында КМП 019 пеня за несвоевременное перечисление обязательно пенсионный взнос дейді. Яғни уақытында төлемегендіктен шыққан пеня, оны маған жазсаңыздар, мен қарап берем, қанша пеня шыққан, соны төлейсіздер. Өте көп шықпайды. Көп адамдар пеня қаяқтан төлеймін деп сұрап жатыр. Пеняны дәл осыдан таңдайсыздар, төменге таңдап, қызыл галочканы сол жерге қоясыздар. Социальный отчисление төлейтін болсаңыздар, жаңа астында тұрды социальный отчисление. КНП 012 деп төлейсіздер. Бұл ай сайын төлейтін, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрьге дейін төлейтін ай сайынғы төлем 2450 теңге. Ал егер сізде пеня шыққан болса, онда КНП 017 деп төлейсіздер. Астында налоги деп тұрады. Налогиға кірсеңіздер, индивидуальный предприниматель, КНП 122, яғни подоходный налог төлейсіздер. Егер шыққан болса, оңға стрелка бар, оңға стрелканы таңдап, социальный налог, басқа да налогтарын төлейсіздер. Период оплатасын көрсетуге болады, каждый айға. Көбіне текущий период немесе прошлый период деп екіге бөлінеді. Сол периодтарын ғана таңдап төлейсіздер. Және сол налогқа кірген кезде EPS доходов тұрады, социальный налог тұрады, өздеріңізге керектерін таңдап төлем жасайсыздар. Ал егер индивидуальный подоходный налогтан, социальный налогтан пеня шыққан болса, астында көрсетем, сол пеня индивидуальный подоходный налог, яғни индивидуальный подоходный налог ИПН жеке табыс салығы, социальный налог, пеня социальный налог деп көрсетіп тұрады. Оның КБК-сы басқаша болады. Пеня КБК 101-201, 103-101, 101-202. Осыған қарап төлейсіздер. Пеня шықпас үшін уақытында төлем жасап тұрсаңыздар, ешқандай пеня шықпайды. Пеня көп болып кетсе, сіздердің шотыңыз жауып тастайды, карточкаңыз блокқа түсіп қалады, немесе басқа да кішігірім проблемалар болуы мүмкін. Егер болып жатса, маған WhatsApp-қа хабарласуыңызға болады. Назарларыңызға көп рахмет.